Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Кешеден бері оу-шу, әңгіме, күш-күш, піш-піш бәрін естіп жатырмыз. Ернар Сакуповқа бірдеңе болған ба, түсінбей жатырмыз, не болған. Науқастан қалған ба ағам. Аяқ астынан атып тұрып, елдің көзінше үлкен бір әңгімелер айтып жатыр екен. Негізі оны суперкубокта біз жеңіп алғанбыз ғой. Сол ойында біз айтқанбыз, Қанат Әлжаппаровты, Илья Ильинді, тағы да басқа адамдарды қосып алып, сендерді айырып тастаймыз дегенбіз. Бірақ енді оларды қоспай-ақ та айырып тастадық қой, по идее. Енді жеңілген күреске тоймайды дегендей тағы да шақырып тұр екен. Сабырмен, спокойно бұл вызовын қабылдадық. Любой жерге, любой, Қазақстанның любой точкасына шақыр, барамыз, дайынбыз. Бір КВНді қоя қояқ деп еді, бір қойдырмадыңдар, ойнаймыз. Давай, ойнасақ, ойнайық. Бірақ бір но болып тұр. Енді Ернар, ренжіме, бұл жолы біз сендерге жазып бере алмаймыз, ема? Өздерің жазып алдыр, ема? Анекдот па, каламбур ма, күлдіргі сатира ма? Шоу Бенни Хиллдан алсаңыз, конкретно айтайын, қаншама халық қарап тұр, қаншама, бірақ сен конкретно дұрыс айтқан жоқ. Естесің, ашуланба өйт. Сен аузың берік қой. Олар ашуланба енді. ораза емес пе не? Ораза ғой, әркім өзінің ораза үшін жауап береді. Вот нормально. Дайым сен үйіңе төр бөлмесе де барып ойнай береміз, бізге бәрібір.